Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз дүние тану. 33-ші сабақ, 132-ші бет. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның әлемдегі бейнесі. Сабағымыздың мақсаты зерттеулер негізінде Қазақстан атауымен байланысты мағыналық қатарын ұсыну, ұлттық брендтер. Сен бренд ұғымының мәні туралы білесің. Қазақстанның ұлттық брендін жасауды үйренесің. Сен бренд сөзін естідің бе? Бұл сөз нені білдіреді? Ойланып көрейік. Бренд танымал тауар белгісі. Бренд нақты бір өнім немесе компания жайлы адамдардың ой санасында қалыптасатын ұғым. Сен білесің бе? Қазақстандық Ұлытау салауатты тағамтану орталығы бие сүтінен жасалатын денсаулыққа пайдалы балмұздақ, шоколад, ірімшік және балалардың сүт тағамдарын шығарады. Бұл экономикалық таза өнімнің құрамында қант, зиянды май қышқылдары кездеспейді. Қазақстанның әлемдегі бейнесі. Қазақстанды ұлы дала елі деп те атайды. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл атауды Қазақ хандығының 550 жылдығына атап өту салтанатында берген болатын. Біз тарихымыздың жаңа бетін аштық. Сондықтан бүгін және мәңгілікке біздің Қазақстанымыз ұлы дала елі. Бұл ұлы дала елі біздің көп ұлтты халқымыздың үйі әрі бесігі. Отанымыздың дәл осындай халықтық атаумен еліміздің бүгінін, өткені мен болашағын бейнелейді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстанның бүгінде тек атауымен ғана емес, басқа да ұлттық бейнесімен әлемге танылды. Бәйтерек монументі Астанамыздың ең танымал белгісі болып табылады. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи ғимараты орта ғасырлық сәулет өнерінің көрнекті ескерткіші. Оқушылар, мұқият оқып, мазмұнын айтуға дайындаламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.